Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Осындай тез әрі қолжетімді заттардан дайындалатын пирог іздесеңіз, осы пирогты жасап көруге кеңес беремін. Ең бастысы өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұнға разрыхителді қосып араластырып қойдым. Үстіне шым тұзды саламыз. Үстіне қантты салып араластырамыз. Үстіне бөлме температурасында еріген сары майды салып, қолмен мыжғылай отырып, ұнтақ жасаймыз. Осындай болып шығуы қажет. Ортасын кішкене қолмен ашып, жұмыртқаны үстіне жарып саламыз. Және де бір қасық қаймақты қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Осындай біркелкі жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр шығады. Қамырды үлкен және кіші екі бөлікке бөлеміз. Қамырдың үлкен бөлігін ыдысқа салып, бетін жауып холодильникке саламыз, ал үлкен бөлігін салафанға салып, морозильникке салып қоямыз. Шамамен 1 сағаттай тұруы қажет. Үстіне ұнды сеуіп, үлкен бөлігін жайып шығамыз. Қолдың көмегімен жан-жақтарын тегістеп, қалың жерлерін жазып шығамыз. Формаға салып, қамырдың бетіне кез келген өзімізге ұнайтын тосапты жағып шығамыз. Тосап кішкене қоюлау болғаны дұрыс. Менде қара өріктің, яғни сливаның тосабы. Тестаның кіші бөлігін морозильниктен шығарып, осындай үккіштен өткіземіз. Оны бетіне үккіштен өткізе отырып, сеуіп шығамыз. Міне осымен пирогты пісіруге болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта қызарғанша ұстап пісіріп аламыз. Пирог осындай болып пісіп шықты. Толық суығаннан кейін кесіп дастарханға ұсынуға болады. Міне толық суыды пирог, енді дәмін көруге болады. Пирог өте жұмсақ, ең бастысы дәмді. Шаймен ішкенге міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.